шығармамыздың тақырыбын анықтау үшін біз алдымен тақтадағы суреттерге қараймыз. Яғни бұл болжау стратегиясы арқылы бүгін өтетін шығармамыздың тақырыбы мен идеясына алдымен осы талдау жасаймыз, яғни анықтап аламыз. Ендеше бізде суреттер берілгенде ол суреттерге қарап, назар салып, қандай яғни шығарма өте соған қарсы кішкене шолу жасап алайық. Суретте не көріп тұрсыздар? Әден айтауы не көріп тұрмыз? Бал тас дейді. Айым? Жауынгерлерді. Көне ескерткіштер. Дұрыс айтады, Ажар? Дұрыс айтады, тасқа жазылған сөздер, яғни тасқа қашалып жазылған. Яғни осы арқылы біз бүгінгі тақырыбымызды шығарамыз. Яғни бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ол ежелгі дәуір әдебиетінде жататын алып ер тоңғаны жоқтау. Бірақ ары қарай, яғни бүгінгі сабақтың тақырыбы алып ер тоңға жыры. Негізгі сабақтың мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру, шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау. Енді балалар, біз алып ер тоңға жайлы жалпы мәлімет біліп алу үшін экранға назар аударайық. Қазақ халқының арғы ата тегі саналатын сарт тайпаларының біздің заманымызға дейінгі бірнеше мың жылдықтың өзінде төл әліпбиі бар жалпы мәдениеті қалыптасқан мемлекет болғанымен бүгін дәуірлерінің бізге келешекте Тарғытай, Алыбек Тоға, Тұмар патшайым, Ширақ батыр, Зарина, Мөре батыр жайындағы батыл жырлар бар. Алыбек Тоға жыры түркі халықтарының арғы ата тегі саналатын сарттар тарихынан сыр шертеді. Жырдың басты қаһарманы Алыбек Тоға. Ол Тұран елінің билеушісі, сарттар әскерінің қолбасшысы, ел жүрек батыры. Жырда оны елдің көріккен көзі ретінде бейнелейді. Ол Тұран мен Иран елдері арасында болған соғыстарда саны рет Тұран әскерін басқарып, талай мәрте ғажайып жеңістерге жеткен тарихи тұлға. Алыбек Тоға Ақыра сияқ деп аталады. Бұл сөз көне парыз тілінде дүлей қара күш деген мағына береді. Елдің сүйікті көсемі батыр Алыбек Тоға қайтыс болғаннан кейін бүкіл халық қайсы жоқтау айтқан сол жоқтау атадан қалаға кетіп, 11-ші ғасырда Махмұд Қашқари жазған түркі сөздерінің шынар деп аталатын кітапқа бұл жоқтау Алыбек Тоға туралы жырдың соңғы тарауы болса керек. Осы жырдағы жоқтау сорты қазақтың батырлық жырларында ақын жырауларды топтау сөйлеушілер өзіндік көркемдік жалғасын тапқан. Жақсы. Яғни біз бейнероликті көрдік. Ары қарай, яғни бүгінгі тақырыбы Алыбек Тоға дастаны. Яғни бұл түркі халықтарының арғы ата тегісінің сақтар тарихынан сыр шертетін, көне түркі ауыз әдебиетінің дәстүрлі талаптарына сәйкес келетін қаһармандық жыр. Әсіресе осы ежелгі түркілердің арғы ата басшылары сақтар, біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықтарда Орта Азияда, Қазақстан, Шығыс Түркістан жерлерін мекендеген сақтарды көне грек тарихшылары өздерінің жаңағы әртүрлі еңбектерінде атап өтеді. Олардың шаруашылығы, қандай шаруашылықтармен айналысты. Олар жаңағы көне түркі әдебиетінде 26 әріптен тұратын көне түркі тілінде сөйлеген екен. Бұл осы көне түркі халықтарының жалпы тарихынан сыр шертетін түрлі томирис, Шырақ батыр, соның ішінде осы Алыбек Тоға жырын ерекше атап өтуімізге болады екен. Бұл жыр негізінен дастанның басты кейіпкері Алыбек Тоға. Оның негізгі мінездеме беріп өтетін болсақ, сақтар әскерінің қолбасшысы, Тұран елінің билеушісі, атаңызға айналған тарихи тұлға ел жүрек батыр деп танимыз. Қазір біз осыған қатысты өзіміз негізгі мәтіндерді талдайтын боламыз, сол кезде жақынырақ танысамыз. Одан кейін бұл дастан Алыбек Тоғаның қайтыс болып бүкіл түркі жұртының, яғни қабырғасы қайысып, осы өздерінің қолбасшысының қайтыс болуына орай барлық халқы жоқтау айтады. Бұл жерде, яғни Алыбек Тоға өлді ме, жаман дүние қалды ма деген сияқты осындай теңеулер, яғни келтіре отырып, жоқтаудың көркемдік мәнін жоғары көрсете білген. Жоқтау дегеніміз ол дүниеде кісіні
өзінің жақсы мінезін, осы өмірде жасаған жақсы қасиеттерін жырға қосып отырып, барлық халық жоқтайтын болған. Енді қазір біз осыған қатысты тапсырма орындаймыз, яғни оқулықпен жұмыс жасаймыз. Әр топтан бір оқушы келіп, Алы Бектұрға дастанын қазір біз не істейміз, абзацтарға бөліп талдап шығамыз. Сол арқылы тұтас бір мәтінді талдап шығатын боламыз. Ендеше қазір оқушылар келіп, біз білім қорытынды арқылы өзіміз арнайы абзацтарды бөліп аламыз. Жақсы, Азина келе ғой, Шынар, Ажар келе тобымызға өзіміздің абзацымызды таңдап аламыз. Жақсы, бірінші топ нешінші абзац? Үшінші абзац. Екінші топ сіздерде? Бірінші абзац. Сіздерде? Екінші абзац. Ендеше осы бойынша талдау жұмыстарын жүргіземіз. Осы берілген атыры параққа өзіміздің берген абзацтарымызға талдау жұмыстарын жасаймыз. Ендеше уақыт беріледі. 3 минут регламент сақтаймыз. Жақсы, бастаңыздар. Жақсы, өзіміздің абзацымызды бірінші жақсылап оқып аламыз. Сол бойынша мәтіндерді талдап жазамыз. Жақсы, өте жақсы отыра қойыңыздар, жарайсыздар. Екінші, бізде үшінші топ, екінші абзац бойынша. Жақсы, қорғаймыз. Парсияның Уақытын Фирдоси өзінің әлемге мәшһүр шахнама еңбектерінде Алы Бектұрғаны Астана аңыздарымен, тарихи деректермен, мықты өлеңдермен және жолдаумен, аса дәрменсіз шеберлігімен пайдалана білген. Ол өзінің дастанында Алы Бектұрғаны Афраси деп атаған. Афраси көне парсы тілінде дүлей қара күш иесі деген мағынаны білдіреді. Алы Бектұрғаны Тұран елі жағында қаһарман деп атаған. Ал оның жаулары Иран үшін басқыншы патша деп атаған. Өте жақсы. Жақсы, рахмет. Енді бізде соңғы абзац қалды, келе қойыңыз. Аяттармен ұлдана қойыңыз. Азина. Алы Бектұрғаны өлімі жайлы ғалымдар екі түрде ұсынады. Бірінші, Ирактан оны Майдан соғысына жеңе алған үшін оны достық пейілмен алдап шақырып жіберіп өлтірді. Ал екіншісі, ол Фирдоси шахнамасында Кесиқа патшадан жеңіліп алған соң қашып жүріп қаза тапты. Жақсы, екі өлімі туралы айтты, халық Алы Бектұрға өлген соң оған жоқтау жазады. Жоқтау дегеніміз ол жырға
адамның жасаған барлық жақсылықтарын қосып оны шығарып салады. Ендеше біз толық ақпараттармен таныстық, жалпы алып етуге қандай батыр болған, оның ерлік істері, қандай елмен жаңағы шабуыл жасаған? Иран елмен қандай елдің арасында болғанды? Тұран елдің арасында, иә. Ал алып етуге қай елдің билеушісі? Тұран елдің билеушісі, иә. Сол себепті ол кісі қайтыс болғаннан кейін оның халқы түркі жұрты не істеді? Қайғырып оған жоқтау шығарған, иә. Яғни екі елдің арасындағы жаңағы байланыс туралы да айтып өтеді. Ендеше балалар, сабақты ары қарай жалғастырамыз. Қазір бізге ежелгі дәуір әдебиеті, алып етудің ғасыры, жалпы осы жоқтау туралы үшеуіне қатысты сұрақтар берілген. Әрқайсысында 3 сұрақтан бар. Осы кезең бойынша сұрақтарға жауап берейік. Ендеше сұрақтарымызды өткізсін. Таңдап алыңыз тез-тез. Топтар талдаймыздар және сұрақтарға жауап береміз. Ендеше қарап өтеміз сұрақтарымызға және осы сұрақтарға жауап береміз. Ары қарай топтар талдаймыз. Ендеше балалар, дайынбыз, иә? Бірінші сұрақ. Ежелгі дәуір әдебиеті қай топқа түсті? Ежелгі дәуір әдебиетінің сұрақтары қай топқа түсті? Жыр әдебиетін қай кезеңіне жатады? Жақсы. Ал жыр әдебиетінің қай кезеңіне жатады? Кім жауап береді? Айта ғой. Ежелгі дәуір әдебиеті. Иә, ежелгі дәуір әдебиетіне жатады. Екінші, түркілік дәуір әдебиетінің қай уақыт аралығын қамтиды? Кім айтады? Сара? Түркілік дәуір әдебиеті 60-80 уақыт аралығын Иә, бастауы. Сақтарды елге кетудің шежіресін жыр еткен басқа қандай дастандарды білеміз? Кәусар? Ол тәмелі, шынақ батыр, шу батыр, алып ер тұлға және тағы басқа дастандарлар. Өте жақсы. Жақсы, екінші жасының атына қосылып айтылатын алып сөзі бала қандай болғанын білдірді? Аяна? Осы тұран әскеріне қосылып айтылатын алып сөзі ол ер батыр және үлкен күш иесі деген мағынаны білдіреді. Дұрыс айтты. Үшінші, алып ер тұлғаға мінездеме берейік, жалпы қандай қолбасшы екен? Балжан? Алып ер тұлға деген ол бізде ержүрек батыр болған, тұран елінің билеушісі, сақтардың қолбасшысы болған, және де Афросияр дастанында оны тұран елі дүлей қарап күш иесі деп атаған. Өте жақсы, жарайсыздар. Үшінші топ, шығарма негізінен алып ер тұлғаны жоқтау деп аталды балалар. Кім жауап береді? Себебі алып ер тұлға қайтыс болғанда, оның тұран елі бұған жоқтау жазады. Сен неге бізден кеттің, жаулар өздерінің қалағанына жетті ғой деп. Иә, жоқтау айтады. Жақсы, екінші жоқтау дегеніміз не? Ажар? Өзгерсіз айтылатын болған, белгілерін сіздерге айтылатын болған. Оның әйелі, қызы немесе келіні оны жоқтап жылап, оның ерекше мінезі мен оның көзі тірісіне жасаған жақсылықтарын айтатын болған. Оны ақындар да шығарып беретін болған, мысалы Шоқанды, Абайды, Абдрахманды және Жамбылдың ұлы Ағатайды жоқтаған. Өте жақсы. Соңғы жырдың бала негізгі идеясы қандай екен? Иә? Идея дегеніміз не ол? Автордың айтқысы келген ойы, иә? Жақсы Ахметтер айта ғой. Менің сыртқа жолбастылығы және де оның ішкі ынтымақ бірліктерін үндеу және де оның сол ынтымақ бірліктерін арттыра түсу. Өте жақсы. Міне, негізгі жырдың идеясы екен. Енді балалар сабақты қорытындылай келе, сіздерге арнайы қағаздар берілді. Сол арқылы білім ағашына бүгінгі сабақтан түсінгенімізді, жалпы сабаққа баға беріп өтейік. Тез-тез жазып, білім ағашына жабыстырамыз. Жазып бастаймыз. Жақсы, Аяна келе ғой. Айта ғой, Аяна. Бүгінгі сабақ маған өте ұнады. Мен алып ер тұлға туралы әртүрлі ақпараттар білдім. Алып ер тұлғаны түсінсем, және ол әртүрлі елде жүргізу үшін саналып, яғни сол алып ер тұлға туралы ақпараттар. Өте жақсы. Бұл сабақта алып ер тұлғаның көптеген ақпараттарды естідім. Және мен бұл сабақта өзімнің қарсыластарымды, топтарды айтқым келіп тұр. Олар өз жақсы жағын керемет көрсетті. Постерінде жақсы ұстады, сөйлеген мәнерлер де керемет болды. Жақсы, өте жақсы. Барлығын оқып шығамыз. Барлығы
Ендеше балалар, сабақты қорытындылай келе, бүгінгі сабағымыз алып ертуңғаны жоқтау болды, иә? Алып ертуңғанның қандай батыр екенін білдік, иә? Жалпы сыртқы істерімен, оның басқа мемлекеттермен байланысы, жаңағы Иран елімен, иә, соғысқандығы жайлы, халқының оны қаншалықты бағалайтындығы туралы мәліметтермен таныс болдық, иә? Жақсы, ендеше видео тапсырма алып ертуңға жырын оқып, мазмұндап келесі сабаққа дайындап келеміз.